Жеңіл өнеркәсіп және сервис колледжі. Мамандығы тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу. Біліктілігі тігінші. Арнайы пән оқытушысы Тулигенова Айнұр Исеркеповна. Метрология өлшеу туралы ғылым. Пәннің атауы стандарттау, сертификаттау және метрология негіздері. Тақырыбы өлшеудің техникалық құралдары. Сабақтың мақсаты өлшеудің техникалық құралдары туралы түсіну. Мамандығымызбен байланыстыратын болсақ, әрбір әмбебап өлшеу құралының тағайындалуы, оның жұмыс істеу принципі, конструкциясының ерекшелігі және метрологиялық мінездемелермен сипатталады. Тігін өндірісінде әр тұтынушыға арнап киімді дайындау мүмкін емес, сондықтан дене бітіміне бейімдеп шығарылады. Өлшемдерді осылай жүйелеуді халық типологиясының өлшемдері деп аталады. Халықтың өлшемдік типологиясы адамның дене мүшелерін өлшеу нәтижесінде анықталады. Әрбір инженер-конструктор мен инженер-модельер тұтынушы туралы толық мәліметті білуі тиіс. Бұл үшін адам денесінің анатомиялық құрылысы мен сыртқы форма ерекшеліктерін, дене бітімі өлшемдерінің өзгеріп тұруы мен стандарттау негіздерін, яғни принциптерін жақсы білуі қажет. Жалпы, техникалық шарттар бұйымдардың нақтылы бір түріне қойылған талаптарды анықтайды. Мысалы, әйелдер сырт киімдері немесе тағы да басқадай бұйым. Бірақ жоғарыда аталған барлық талаптарды қамти алмайды. Сондықтан кәсіпорында модельді дайындаған кезде модельге жасалатын техникалық баяндау негізгі құжаты болып табылады. Техникалық баяндау келесі болып бөлімдерден тұрады. Бұйым атауы, ұсынылған өлшем бойлары, модельдің көркемдік безендіруі баяндайды. Бөлшектердің спецификациясы, яғни қандай бұйым таңдалады, сол бұйымның спецификациясы. Мұнда жакет болатын болса, жакеттің алдыңғы бойы, бүйір бөлшегі, артқы бойы, бүйір бөлшегі, жағасы, тағыдай басқа бөлшектер. Материалдар мен фурнитураның спецификациясы, басшылыққа алынатын материалдар тізімі, сонымен бірге эталон үлгісі және лекалдар комплексі дайындалады. Дүниежүзілік киім сапасына қойылатын талаптар ISO стандарттарында қарастырылған. Антропометриялық өлшеу әдістері, яғни адамның дене мүшелерін өлшеу, жас ерекшеліктерін ескеру, тағы да басқадай. Салалық стандарт ОСТ белгісімен белгіленеді. ОСТ 17-325-86 тігін бұйымдары типті ерлер фигуралары, киімді жобалау үшін өлшем бірліктері, тағы техникалық шарттары көрсетілген. Ал ОСТ 17-326-81 әйелдердің типті фигуралары көрсетілген. Өлшеуді тексеруден өткен өлшеуіш құралдармен өлшейді. Өлшенетін адам жеңіл, тоқма киімде болу керек. Бойды өлшеу, яғни дененің ұзындығы. Дененің ұзындығын өлшеу үшін бой өлшегішті қолданады. Ол алаңға бекітілген сантиметрлік шкалаға бөлінген вертикальді енсіз жұқа таяқташа.
Кеуде клеткасының шеңберін өлшеу. Кеуде клеткасы шеңберін өлшеу үшін жұмсақ сантиметрлі лентаны алғанда барынша демді ішке алу мен шығару кезінде өлшейді. Бел айналымын өлшеу. Бел айналымы сантиметрлі лентамен қабырға асты аймақ пен жамбас сүйектер арасынан өлшенеді, яғни ең жіңішке бөліктен. Бел айналымының қалыпты көрсеткіші әйелдерде 80 сантиметрден кем, ал ерлерде 94 сантиметрден кем. Өлшеудің техникалық құралы адамның бойын өлшейтін, дене мүшелерін өлшеу, әйелдің дене мүшелерін өлшеу. Бұйым дайын болғандағы техникалық шарттарға сәйкес учаскелерін өлшеу, нақтылау болып табылады. Сонымен қатар манекендердің түрлерін де қолдана алады екенбіз. Яғни жыныстыққа байланысты. Ерлерге арналған манекен, әйелдерге арналған манекен, балаларға арналған манекендер және олардың стандартта бекітілген размерлеріне сәйкес. Өлшеудің техникалық құралдары: тамақ өнімдері мен азық-түлік тағы да басқадай шикізаттарының, киімнің түрлері, сапасын бақылау кезінде пайдаланылатын өлшеу құралдарының кейбірін қарастыра кетейік. Салмақты өлшеу техникасы. Таразы бұйымның массасы оның шартты алынған бірлігінің массасымен салыстыру арқылы анықтауға арналған және ежелгі өлшеу құралдарының бірі. Ерте орыстың безбендері және 19-20 ғасырларда қолданылған безбендер. Өрескел өлшеулер үшін келтірілген таразылар және безбен қолданылады. Өрескел өлшеу таразылары табағы бар үстелдік, шкалалық, циферблаттық үстелдік және тауарлық. Арнаулы салмақ өлшегіш құрал жабдықтары. Үлкен вагон таразылары, төбелік таразы, автокөліктерге арналған таразы. Қазіргі уақытта сауда операцияларында өрескел өлшеу таразылары мен қатар дәлдігі өте жоғары электронды салмақ өлшеу құрал жабдықтары пайдаланылады. Олар өнімнің бағасы көрсетілген чек береді және өткізілетін барлық өнімдер түрлерінің есебін жүргізудің компьютерлік жүйесінде жалғанған. Яғни электронды сауда таразылары, үстелдік таразы, этикетка басатын таразылар, тағы да басқадай. Термометрлер, қарапайым сынақтық, газ толтырылған таяқшалық, техникалық түзу. Температураны өлшеу аспаптары. Шикізаттың жартылай фабрикаттың, дайын өнімнің, ауаның, сұйықтың температурасын, пештер мен тоңазғыштарды термометр көмегімен өлшейді. Үй тапсырмасы. Қолданылып жүрген оқулық Ақышев, Дарибаева, стандарттау метрология және сәйкестікті бағалау оқулығының 142 беті мен 169 беттер. Қосымша тапсырма. Бірінші, өлшеудің басқадай құралдары мен аспаптарын интернет желісі арқылы табу. Екінші тапсырма, өлшеудің ежелгі әдіс тәсілдер мен түрлерін біліп келу.
назарларыңызға рахмет.